Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 24-те 6-шы есеп шығаратын боламыз. 9-шы сынып алгебрасынікі. Бізде бұл есепте қосу формулаларын қолданып, осы тепе-теңдікті дәлелдеңдер дейді. Яғни бізде сол жақтағы қосу формулаларын пайдаланып, сол жақтан біз косинус альфаны шығаруымыз керек. Қарайық. Синус пи бөлінген 2 минус альфа дегеніміз қосу формуласына сәйкес бізде синус пи бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус косинус пи бөлінген 2 көбейтілген синус альфаға тең. Ал бұл дегеніміз бізде мәндерін қойсақ, пи бөлінген 2 дейді, яғни 90 градуста синусымыз 1-ге тең, 1 көбейтілген косинус альфа минус косинус пи бөлінген 2 90 градуста косинусымыз 0-ге тең, көбейтілген синус альфа. Енді біз 1-ді косинус альфа көбейтсек косинус альфа шығады да, ал 0-ді синус альфа көбейтсек бізде 0 шығады, яғни бізде косинус альфа шығады. Демек, сол жағымызда косинус альфа шықты, оң жағымызбен 1-ге тең, теңдігіміз дәлелденді. Екіншісінде косинус пи қосылған альфа дегеніміз дәлелдеуіміз керек. Яғни бізде косинус пи плюс альфада қосу формуласында косинус пи көбейтілген косинус альфа минус синус пи көбейтілген синус альфаға тең. Ал бізде косинус пиіміз ол минус 1-ге тең, минус 1 көбейтілген косинус альфа және синус пиіміз бізде 0 градусқа тең, 0 көбейтілген синус альфаға тең. Яғни минус 1 көбейтілген косинус альфа бізде минус косинус альфаны береді, және 0 көбейтілген синус альфа бізде 0-ге тең, яғни минус косинус альфа шығады. Демек, бізде сол жағымызда минус косинус альфа шықты, оң жағымызда минус косинус альфа, теңдігіміз дәлелденді. Келесі бізде косинус 3π бөлінген 2 минус альфамызды өрнектесек, қосу формуласы арқылы бізде минус синус альфа шығу керек. Жазамыз сол жағында теңдікті. Теңдіктің сол жағында өрнекті. Бізде шығады косинус 3π бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа қосылған синус 3π бөлінген 2 көбейтілген синус альфа. Бұл тең болады. 3π бөлінген 2-де бізде косинусымыз 0-ге тең болады, және косинус альфа қосылған 3π бөлінген 2-де синусымыз минус 1-ге тең болады, минус 1 көбейтілген синус альфа. Яғни мұнда бізде 0 шығады. 0-ді косинусқа көбейтсек, плюс пен минусымыз минусты береді. 1 мен синусты көбейтсек, бізде синус альфа шығады. Яғни бізде шығады тек қана минус синус альфа. Демек, сол жағымызда минус синус альфа шықты, оң жағымызда минус синус альфа мен тең болды, дәлелденді. Келесі синус пи плюс альфаны ашайық. Бізде ол синус пи көбейтілген косинус альфа қосылған косинус пи көбейтілген синус альфаға тең. Бізде синус пи дегеніміз ол 0-ге тең, 0 көбейтілген косинус альфа, және косинус пи дегеніміз бізде минус 1-ге тең, демек қосу минус 1 көбейтілген синус альфа. Мына екеуі бізде 0-ге тең болады, мына екеуі бізде минус синус альфа тең болады. Жауабы сонда минус синус альфа.